өтетін тақырыбымыз көнерген сөздер. Көнерген сөздер деп отырғанымыз балалар, қолданыстан шығып қалып тарихи шығармаларда ғана кездесетін мағынасы көмескі сөздерді көнерген сөздер деп айтамыз. Бұл көнерген сөздер екі топқа бөлінеді. Архаизмдер және тарихи сөздер, историзмдер. Енді архаизмдер дегеніміз не? Архаизмдер дегеніміз халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт сана, әдет-ғұрпына қарай өз дәуірінде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып отыратын, ескіріп пайдаланылатын, бір жола шығып қалатын сөздерді айтамыз. Енді тарихи сөздер, историзмдер деп отырғанымыз, кейбір сөздер өздері айтатын заттар мен құбылыстардың ескіріп жоғалумен байланысты сирек қолданады, немесе қолданудан мүлде шығып қалады. Көнерген сөздердің бұл түрі тарихи сөздер деп айтады. Жаңа айтып кеткендей, көнерген сөздер екіге бөлінеді дедік, архаизмдер және тарихи сөздер. Енді тарихи сөздерге қандай сөздер жатады? Бұған дейін біз сұлтан, барымта, малай, күң, бек, төре деген сөздерді пайдаландық, балалар? Архаизмдерге мысал келтіретін болсақ, ол мысалға отырба деген сөз сол кездерде пайдаланылды. Біз қазір оны не дейміз? Поезд дейміз. Ал енді жасақ, қол. Қазір оны не дейміз? Әскер дейміз. Тарихи сөздер. Енді балалар, кітапқа қарайықшы. Екінші тапсырмада оқылым мәтіннің ішінде қою әріппен берілген сөздер көнерген сөздерге жата ма? Егер де жатса, тарихи сөздерге, историзмдерге ма, жоқ әлде архаизмдерге жата ма? Соны ішіне сыртына әдісі арқылы орындайықшы. Кітапты қарап шығайықшы. Тарихи сөздер. Тарихи сөздер. Ата, архаизм сөздер. Бәйбішесі, тарихи сөздер. Ақсақал, архаизм сөзге жатады. Ал балалар, оқылым мәтінде қандай сөздер қарамен берілген екен? Шеше, ол тарихи сөздер. Шешен, ол да тарихи сөздерге жатады. Тақсыр, ол да тарихи сөздерге жатады. Бағасы, ол архаизмдерге жатады. Дұрыс. Бәйбішесі, ол тарихи сөзге жатады. Батақ, ол архаизмге жатады. Ақсақалдар, ол архаизмге жатады. Қыстаған, ол архаизмге жатады. Ал балалар, көнерген сөздер түсінікті болса, тарихи сөздер мен архаизмдердің вен диаграммасын орындайықшы. Ұқсастығы және несі? Айырмашылығы. Тарихи сөздер мен архаизм сөздердің айырмашылығы. Тарихи сөздер қолданылған дәуірі өтіп, ескі заманның өзімен бірге көнерген тарихи атаулар. Ал архаизмдердің айырмашылығы болса, архаизмдер халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт сана, әдет-ғұрпына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып отырған немесе ескіріп кеткен сөздер. Ал екеуінің ұқсастығы болса, қоғам дамуына орай тіліміздегі қолданыстан шыққан сөздер.